Ассалаумағалейкум достар, біз бүгінгі шығарылымды бастаймыз. Достар, каналға тіркеліп, лайк, коммент жазуды ұмытпаңыздар. Ендеше экранға жайғасып болсаңыздар, біз бүгінгі шығарылымды бастаймыз. Кеттік. Ал достар, біз бүгінгі шығарылымды Мбаппедің жаңалықтарымен бастауды жөн көрдік. Достар, Мбаппе Баварияға қарсы бірінші ойында ПСЖ-ға көмектесе алмайды. Себебі алдыңғы турда алған жарақаты біз ойлағаннан әлде қайда ауыр болып табылды. Командадан 3-4 аптаға шығып қалды достар. Ал достар, келесі жаңалығымыз ПСЖ-ның бағына орай дейміз ба? Баварияның шабуылшысы Садио Мане ол да ПСЖ-ға қарсы бірінші турда Чемпиондар лигасында ойынға қатыспайтын болды деп хабарлайды Германияның белгісіз бір басылымында. Ал достар, ендігі жаңалығымыз Мессимен тікелей байланысты болмақ. Себебі соңғы 3 жылдың қорытындысы бойынша достар, нарықтағы бағасы 90 миллионға арзандаған Мессидің. Енді қараңыз, осыдан 3 жыл бұрын нарықтағы бағасы 140 миллион евроны құраған болатын. Қазіргі таңда Мессидің нарықтағы бағасы 50 миллионды құрайды. Яғни бұл дегеніміз Мессидің ойын деңгейінің нашарлап кетті, болмаса физикасы нашарлап кетті. Сол себепті деген ештеңе жоқ. Месси әлі өз бабында, бірақ дей тұрғанмен уақыт құрғыр барлығын өз еншісіне алады демеп пе еді. Баяғыда бір көкеміз айтқандай, сол баяғы уақыттың өтіп бара жатқаны, Мессидің жасының келіп бара жатқанына байланысты нарықтағы бағасы да төмендеп бара жатқан жай бар достар. Ал достар, ендігі жаңалықтарымыз тіптен қызық бола түспек. Достар, Италия А сериясының қаңтар айындағы ең үздік бапкері анықталған болатын. Және менің ойымша бұл бапкерден басқа ешқандай бапкер лайық бола қойған жоқ деп есептеймін. Өздеріңіз А серияның ойындарын байқасаңыздар, бір команданың керемет ойын көрсетіп жатқан көресіздер, тіптен адам шошырлық нәтижелерді тіркеп жатқан болатын. Бұл Наполи командасы. Және қаңтар айында 4 ойын қатарынан жеңісті сериясын жалғастырды, тіпті үлкен ірі есептермен аяқтады ойынды. Сол себепті достар, А серияның ең үздік бапкері қаңтар айының деп Лучано Спаллитти, Наполидің бапкері тағайындалған екен достар. Қоса кетсем достар, Наполи командасы 53 ұпаймен бар жоғы 20 турдан кейін достар, Италия А сериясының бірінші орында келе жатыр және екінші орындағы командадан 15 ұпайға нақты алыстап кетті. Сол себепті де Италияның чемпионы сөзсіз Наполи болуы тиісті. Ал достар, АПЛ-ға келетін болсақ, Англияда әлі айдың үздігі анықталған жоқ. Дей тұрғанмен достар, Манчестер Юнайтед өздерінің қаңтар айындағы ең мықты, ең үздік ойыншысын анықтап алды және олардың шешімі бойынша қаңтар айының ең үздік ойыншысы Маркус Рашфорд деп табылды достар. Естеріңізге сала кетсек, Маркус Рашфорд әлем чемпионатынан кейін АПЛ-да 8 ойын қатарынан алаңға шықты және 8 ойын бойы қақпашыларды қапы қалдырып 8 голды қалап тастаған жайы бар. Осы маусымда өзінің керемет маусымын өткізіп жатқан Маркус Рашфордқа респект. Ал достар, ендігі жаңалығымыз бір ойынға талдау жасасақ деген ойда отырмыз. Челси мен Фулхэм жайлы айтатын боламыз. Және де достар, Челси өз алаңында қабылдағанмен қоймай Фулхэммен 0-0 ойын өткізген болатын және қанша мықты трансфер жасағанмен АПЛ-да ең мықты ойыншыларды сатып алған және ең көп ойыншы алған Челси болып табылады. Осы қысқы трансфер терезенің өзінде соған қарамастан достар, Челси өзінің жеңісті сериясын жалғастырып келе жатыр. Кеше ғана келген Энсо Фернандеш өзінің дебют ойынында сәтсіздікке ұшырады. Достар, қоса кетсем, бұл нені білдіреді? Яғни футболда ақша бәрін шеше бермейтінінің тағы да бір дәлелі болмақ. Ал достар, бүгінгі шығарылымның соңғысы болсын. Челси жайлы бір нақты ақпарат бар етін, мен соны айтамын деп ұмытып кеттім, айып етпеңіздер. Дәл қазір мен соны айтатын боламын. Экранға жайғасып алып, нақты бір футболдан шамалы хабарыңыз болса, ойланып бір талдау жасап көрсеңіз болады достар. Тағы да ұмытып кетпеңіздер, лайк, коммент жазып қойыңыздар. Осы жаңалықты айтайын, сосын біз осы шығарылымды аяқтайық достар. Ендеше біз кеттік. Челсиға келетін болсақ достар, Челсидің жағдайы өте нашар және 8 ойын бойы қатарынан жеңілісті сериямен келе жатыр. Енді қараңыз, 4 дүние көз тіккен, тіпті бүткіл Еуропа қызығып алғысы келген әлемнің ең қымбат жас талантты ойыншыларын, шабуылшыларын, қорғаушыларын алғанына қарамастан жеңілісті сериясын жалғастырып келеді. Және бұл нені түсіндіреді? Және футболда ақша барлығын шешпейтінін түсіндіріп келе жатыр. Заманауи футболда басты рөлді ойнайтын бапкер болып есептелінеді достар. Сол себепті мен түсінбедім, Челсидің басшылықтары бұл жеңілістер, мынадай ойыншы, мынадай құраммен бұндай жағдайға түсуін бапкерді кетіруге әлі жеткіліксіз деп есептейді екен. Енді қараңыз, ойлаңыз, мен бұл бапкерді топ клубтардың бапкері болуға лайықты бапкер деп санамаймын. Сенің ойың қандай? Челсидің бапкерін ауыстыру керек пе, жоқ па? Соны жазып кет. Менің ойымша достар, осы жылы Чемпиондар лигасы тұғыры достар. Еуропа тіпті конференция лигасынан Челси өте алмайтын секілді. Ал достар, әрдайым жаңа шығарылымдар бізбен бірге болады. Біз осымен бүгінгі шығарылымды аяқтадық. Келесі кездескенше сау.